Ал роднойлар енді жоғалып кеткен себебімді айтайын. Құр жүрген жоқпыз. Движение, ремонттың басында жүріп, настроением өте күшті болып тұр, бір жағынан шүкіршілік етіп тұрмын. Көптен күткен родной бургердің алғашқы қадамдары жасалып жатыр. Помещениені алдық, бұйырса нәрден с собой алып кететін шығар. Мына посадочный орындар болады. Ары қарай үшін мына күшті дизайн, жерде фотозона деп бұйырса жоспарлап отырмыз. Негізі 3 этажды здание, адресін бұйырса жақын арада сіздерге айтатын боламын. Екінші этаж полностью отыратын жер, әдемілеп дизайн жасап, енді қазір дизайн утверждать етуға дизайн жасап, осында күшті орындар болады. Ағаларымыз уақытқа қарамай, күн-түн демей бұзып, не істеп жөндеу жұмыстарын жүргізіп жатыр. И 3-ші этаж бар. Құдай қаласа, енді сәттілік, берекесін берсін, роднойлар, сіздердің қолдауларыңызбен, енді бірінші әрине ар жақтың қолдауымен ғой, сосын сіздердің қолдауларыңызбен біз уже апрельге таман стартовать етеміз. Қалай дейсіз? Өмірде ма? Өмірде серьезно емес біздің? Серьезнее екенсіз деймін. Еще әдемірек пе не өмірде? Құдай қаласа уже роднойлар келіп жатыр, құттықтап жатыр, күтеміз деп жатыр. Қақта екен, бірақ ешкімге айтпаңдар, Құдай қаласа. Өйткені еще қай жерде тұрғанымызды табу үшін тағы да бір күшті жер, қаланың қақ ортасында. Табу үшін тағы да қысқаша кішігірім бір ойын болады. Сыйлық болады. Сол. Сіздер уже қатыса алмайсыздар оған енді. Іштен қымайды. Жейміз. Самое главное жейді. Бес берсеңіз? Мына жақта роднойлар Астанадан келіпті бургер жеуге. Но әлі ашылмаған да бізге. Сәл бір жарты ай күтсеңдер. Ассалаумағалейкум. Саспайды ғой роднойлар. Ассалаумағалейкум дедір. Ассалаумағалейкум. Біз әлі ұйықтамадық. Әлі ұйқы жоқ, біз өмір кеш жатамыз негізі. Сен не алып жатырсың ұйықтамай? Сейдің ба? Роднойлар, бұл Алматы қаласындағы Маки-Макидің бұйыртса жаңа заведениесі тура ашылатын уақытта карантин болып қалды. Бұйыртса карантин біткеннен кейін өзінің жұмысын бастайтын болады. Бірақ доставка бізде, как обычно, таңертең сағат 10-нан бастап, кешкі сағат 10-ға дейін. Сонымен қатар тағы да бір жақсы жаңалық бар. Осы Маки-Макиге байланысты бұйыртса біз Қазақстанның жаңа қалаларында, яғни қалаларында ашылған жаңа точкалардың барлығына бір барып қайтамыз. Оған дейін мен Маки-Маки Ақтау жайлы айтқым келіп тұр. Бұйырса ертең роднойдан деп тапсырыс берсеңіз, кез келген сәтті пицца маргарита тегін. Ақтаудағы роднойлар кеттік. Қайырлы таң, қазақ елі. Ерде тұрған еркектің арасы артық, ерде тұрған әйелдің бірі сақтық. Тағдырға бағындың ба, жібек мұң жамылдың ба, мен аңсап аялдымай, сен мені сағындың ба, малынып жаның мұңға, өмірдің аманда, сағымдар арасынан, сен мені сағындың ба, сағымдар арасынан, сен мені сағындың ба, сағындың ба. Ал шашымызды ретке келтіріп алдық. Енді поездкаларға вроде дайынбыз. Жалпы шашты түрді ретке келтіріп отырған Ербол, рахмет, как обычно. Бізденің барбершопымыз, барбершоп хан. Келіңіздер, Жезеге бір скидкалар бар ма? Роднойларға осы айдың соңына дейін 20% скидка. Барлықтарын күтеміз. Праздниктерге орай, Наурыз мерекесіне орай. Келіңіздер, жігіттер, шаштарыңызды ретке келтіріп, түрлеріңізді әдемілеп жүріңіздер. Роднойлар, бүгінгі күндеріңіз сәтті өтсін, жақсы жаңалықтарға толы болсын, жұмаларыңыз қабыл болсын. Бүгін тілеген армандарыңыздың, дұғаларыңыздың барлығын орындалуына шын жүректен тілектеспін. Ата-анамыз аман, отбасымыз бүтін болсын ағайын. Әдем кетті ме? Нормально? Пока! Курткың қайда? Чтобы я не успела, я хотела вас увидеть просто. Жан. Кел, шоқтай. Давайте, пока! Махаббат деген қандайды, қарасаң көзің. Ал біз Ақтөбеге жолға шықтық. Ақтөбенің роднойлары кәдімгідей дайрект шулатып жатыр. Родной, бұл жақта күн суық, жеңіл киім келме деген сияқты. Болды, принял. Аэропорттан күтіп, әуре болмай қойыңдар, күн суық, жаурап қаласыңдар.
қалжыңсыз айтып отырмын. Ничего, басы қатты болса арты тәтті болады деген жақсы сөз бар. Рейсіміз задержка болып қалып, 4 сағатқа аэропортта күтіп отырамыз енді. Валейкум ассалам. Болды. Родной, продолжай. Да. Мықты негіз маған өту керек. Короче, біз бұл жолы Бақтияр екеуміз ғана емес, сонымен қатар бүкіл отчетты жасап отыратын, баяғыдан бері көріспеген жақын досымыз Аза да барады. Аза, қайда жүрсің? Айтшы, қайда жүрсің? Не істеп жүрсің? Жүрміз, съемкада жүрміз. Инстаграм жоқ, удалить етергенбіз. Енді кәсе отметить етпей қоямын ғой, получается. Жоқ, я скачал. 3 ай нормально не виделись, да? Пачкамен жинап қойған екен, осылар. Әңгімелер жиналып, да? Сендер стористер көріп, вообще это все пропустил. Вот енді көріп отырмын, не болып жатқан, қақ барып келгенік кетсің. Сол, короче, осы жақтамыз, если келіңдер дейтіндер. Ойбай, айтпаңдаршы. Әшінде қалада жүргенде зымырап жататын уақыт өтпей жатыр ғой, кәдімгі минут санап отырып қой. Енді 1 сағат өтті ме, әлі өтпеді ме? Ничего. Әр нәрсенің өзінің қайыры бар. Все к лучшему. Родной, конкретно обидно ғой. В смысле, мен фантазиям жетпейді. Как оно есть, брат, как оно есть? Ей, мен фантазиямна сомненияларың болмасын. Роднойлар келіпті. Осы жақта тұратын роднойлар. Айтсайшы, роднойларға. Екеуі де ұялшақ екен. Ауырмаңдар. Жақсы роднойлар. Давайте. Роднойлардың, мән о қыздардан берекет тауып отыр, кәдімгі мазаны танысып жіберейін ба отқан жерлерінде. Мен роднойлардың өздері келіп бәсе, менен үйренген ғой. Фото түсірді ма? Фото түсірді. Енді қызға сөз салу кезде менде мен тормыздан не фантазия күтесіңдер? Менде романтика, анау мынау дегенге нөлмін ғой, нөл қақтан білемін. Осы жол дұрыс айттың, родной. Ой, осындай сообщениялар жазып әйтеуір жол болсын, аман есен жетіп ал деп атқан роднойларға рахмет. Әрине. Біздің жоспардан көрі ар жақтың бізге дайындап қойған жоспарлары 1000 есе мықты. Сондықтан да әр нәрсе өз орнында. Короче, осындай сообщение келет, да? Я думаю, вроде за паркинг оплатил, за офис оплатил, еще какая аренда, деп. Сөйтсем, вы уже несколько дней живете у меня в голове, дейді. Мен Парижде сөз салам деген, кім біліп, қақтан біліп жүрсіңдер сендер? Қақты айтып қойып жүрмін мен? Ләпілдеп. Уже біліп алып, қызға емес, басқа жерге бару керек енді маған, я? Мен болашақ әйелім көріп отса десең, ар жақта, жігіттерің, Мына задержка деген бәле болды, бірақ қанша адам жиналып олды. Ойын ойнап отырып, кішкене кезінде свет өшіріп қойған кезде бәрі начинает же играть. Зарядка өтатыр просто. Біз ойын ойнап бастап едік, уақыт жақсы өте бастады, регистрацияны уақытсызда басталды. Все, құдай қаласа, енді қазір аман есен ұшып жетіп алсақ, Ақтөбеде кездескенше. Жетем деген үміттемін, вроде жаман тірлікшіге баратқан жоқпыз десе. Мансұр бұйырса үлкен азамат болсын. Құдай қаласа енді еліміздегі мен деген азаматтардың қатарына қосылып, елімізді өзгертетін жігіт болып өсе берсін. Рахмет.